Армысыңдар, құрметті оқырмандар. Мен Ұлы Отан соғысының 75 жылдығын, жеңісінің 75 жылдығын құттықтаймын. Бүгінде қаладағы Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың қызметкерлерімен және оқырмандарымен онлайн арқылы кездесіп отырмын. Мен 40 жылдан бастан Теректі нөмір 6 мектебінде ұстаздық еттім. Сол ұстаздық етумен қатар газет бетіне мақалалар жариялап отырдым. Тәрбие жөнінен ұяда не көрсең ұшқына сөйлесің, дәстүр, әдет, салт дәстүр бойынша халық кегінің күйшісі Құрманғазы туралы, ол күйдің шығу тарихы туралы газет бетіне жарияладым. Мына кітабымның аты «Ел есімі, ер есімде» деген кітап. Бұл кітаптың шығу тарихы, шығуға себеп болған Ұлы Отан соғысына кеткен Теректі өңірінде 37 жауынгерлердің балаларының ұсынысы бойынша, өтініші бойынша маған жазыңыз деген өтініш түскен болатын. Сол өтініш бойынша осы «Ел есімі, ер есімде» деген кітапты баспадан шығардым. Енді бұл баспада жаңа Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгерлердің эпизодтары, ерліктері, істері баяндалады. Сол сияқты ұлы жеңіске арналған топтама өлеңдер, сол сияқты тың игеру жөнінде тың ардагерлері жазылған болатын. Ал енді менің айтар сөзім, елімізде бейбітшілік болсын, соғыс болмасын, соғысты жастарымыз көрмесін. Айтарым, осы соғыс бейбітшілік болса, елімізде дамыған мемлекеттің қатарына енетініміз белгілі. 75 жылдығына құтты болсын. Осы ұлы жеңістің 75 жылдығына композиторымыз, жерлесіміз Жақсыбек Сейіловтің «Ана туралы балладысын» қонақ кәде ретінде ұсынамын. Елбасына қатер төнген жүрегім, қимасықтан қан майданған озатым, қарсы айырылған аналардың жүрегім. О аналар, осындайсың бәріңде, осындайсың жасындағы кәріңде. Сыйынатын бұл өмірде құдірет, сыйынайын ана деген тәңірге. Аналар, осындайсың бәріңде, осындайсың жасындағы кәріңде. Сыйынатын бұл өмірде құдірет, сыйынайын ана деген тәңірге. Әлі есімде біледі жұрт, біледі, елбасына қатер төнген жыл еді.